Сәлеметсіздер ме? Мен Ешмохан Әлфия Бекболсынқызы, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті жоғары колледжі студентімін. Биыл қазақтың хас ақыны Қасым Аманжоловтың туғанына 110 жыл толып отыр. Соған орай сіздерге Дауылпаз ақынның туған жер өлеңін тарту етсем деймін. Шықшы тауға, қарашы кең далаға, мәз боласың, ұқсайсың жас балаға. Ол шетімен бұл шетіне жүгірсең, шаршайсың ба, құмарың бір қанама. Уа дариға, алтын бесік туған жер, қадіріңді келсем білмей кеше көр. Жата алмасем топырағыңда тербенбей, ақын болмай, тасың болсам мен егер. Неткен байтақ, неткен ұлы жер едің, нендей күйге жүрегімді бөледің. Сенде тусам, сенде өтсем, менде сенде өлсем, арманым жоқ, дүниеде дер едім. Мен де өзіңдей байтақ едім, кең едім. Қызығыңды көріп еркін келемін. Сенде амай бердің маған барыңды, менде амай барым саған беремін. Болдым ғашық, туған дала мен саған. Алыс жүрсем, арманым сен аңсаған. Жақын жүрсем, мен төріңде рахаттым. Өз сәбетім, өзім туған босағам. Назарларыңызға рахмет.